Сенімнің сыңғырағы. Жетімдер үйінің тастай суық қабырғалары арасында өскен 16 жастағы Айсәуле терезеге телміріп отырған. Күн тағы батты. Бірақ ол үшін таң мен түннің айырмасы жоқ еді. Жүзінде күлкі сирек, жүрегінде үміт одан да сирек болатын. Бір күні психолог апайы оған сұрақ қойды. Сен атыңды білесің бе? Неге Айсәуле деп қойғанын? Жоқ, мені осы жерге әкелгендер осылай атады. Бірақ Айсәуленің жүрегі бір нәрсені сезетін. Өзі туралы шындық мүлде басқаша сияқты еді. Түнде жастығын құша жылаған сайын, анасының да дәл қазір жылап отырғанын елестететін. Бірақ неге ол жоқ? Бір күні қоймадан ескі құжаттар арасына түскенде, ол өз аты жазылған бір сарғайған парақты тауып алды. Қолмен жазылған. Айсәуле шыр етіп дүниеге келген күні шешім қабылдадым. Кешір мені. Қолы қалтырап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл кімнің жазбасы? Осы сәттен бастап Айсәуле өз шындығын іздеуді бастады. Бірақ ол шындық кешірім сұрауға келмейтіндей ауыр еді. Айсәуле сол түнде ұйықтай алмады. Қолындағы парақтан көз алмай әлденеше мәрте оқи берді. Айсәуле шыр етіп дүниеге келген күні шешім қабылдадым. Кешір мені. Қара сиямен жазылған әр әріп тікенек. Шешім қабылдадым деді ме? Қандай шешім? Қызын тастап кету ме? Құшағына алмау ма? Ол парақтың бұрышында әлсіз ғана қолтаңба бар еді. Енді Айсәуле үшін осы екі әріп өмірінің жұмбағына айналды. Таңертең ол өзіне ең жақын апай Медбике Күләштан сұрады. Апай, менің анам кім? Менің өмірім неге осылай? Күләш үнсіз қалды. Қыздың көзіндегі үміт пен сұрақты көріп, тамағы бүлкілдеп теріс қарады. Айсәуле, сенің анаң тірі. Бірақ ол туралы айтқым келмейді. Неге? Ол қайда? Мені неге тастап кетті? Кей шындық бар айтсаң, бала жүрек көтере алмайды. Осы сөзден кейін Айсәуленің жүрегі екіге жарылғандай болды. Анасы тірі. Бірақ оны тастап кеткен. Не үшін? Ол не істеді? Әлде өзі кінәлі ме? Кешке қарай Айсәуле қолындағы парақты тағы ашып оқыды. Кешір мені деген сөз оған өмір бойы айтылмаған кешір сияқты естілді. Бұл жай ғана парақ емес еді. Бұл оның анасының үнсіз айқайы болатын. Айсәуле енді тоқтай алмайтын. Ол шындықты табу керек. Көзіне іркілген жас, тек бала көз жас емес, онда жылдар бойы жиналған үнсіздік, сағыныш, ашу бар еді. Ол енді күту емес, іздеу жолына түсті. Бірақ сол жолдың соңында не күтіп тұрғанын ол әлі білмейтін. Күндердің күнінде Айсәуле мекемедегі кітапханадан қайтып келе жатқанда, тәрбиеші апайлардың бірі Жәмила қасында байқаусызда Анар деген есімді айтып қалды. Анар дейсің бе? Деді Айсәуле. Иә, кешегі келіп кеткен бір ерікті қызға ұқсап кеттің. Бір кезде осы жақта. Жәмила сасқалақтап қалды. Жарайды, бұл сөз ғой. Бірақ Айсәуленің ойынан сол есім кетпеді. Анар ол екі әріпке сәйкес келеді. Бәлкім, Анар Мақсұт қызы. Әлде Анар Мұрат қызы. Түннің бір уағында ұйықтамай отырған Айсәуле қоймадағы көне архив сөресіне тағы барды. Бұл жолы ұзағырақ іздеді. Шаң басқан қораптардың ішінен 2007 деген белгі қойылған ескі папканы тауып алды. Ашып қараса, бала қабылдау құжаттары. Ондағы бір парақта танысы есім тұрды. Айсәуле Анар қызы, 2007 жыл. 14 мамыр. Жүрегі дір етті. Анар? Демек, оның анасы Анар. Бірақ анасы бас тартты деген тұстың астында тағы бір қолтаңба тұрды. Баланы алып кетуге қарсымын. Кешір алмаймын. Анар. Көз алды бұлдырап кетті. Кешір алмаймын деді ме? Кімді кешір алмайды? Өз баласын ба? Әлде басқа біреуді ме? Айсәуле сол түні ұйықтамай шықты. Күні бойы көзі жаудырап жүрген қыздың жанарында енді жас жоқ. Оның орнына ашу мен ауыр күмән пайда болған. Егер менің анам тірі болса, мен оны табам. Ол мені тастаса да, мен одан неге екенін сұраймын. Айсәуле өмірінде алғаш рет жүрегін тыңдап үлкен шешім қабылдады. Анасын табамын. Көзбе көз.
Ешкімнің емес, өз анасынан шындық естимін. Бірақ шындық жанды аямайтын еді. Айсәуле 3 апта бойы Анар есімді әйелді іздеді. Алдымен тіркеу бөлімінен бастап, сосын әлеуметтік желілерге инақтарды. Ақыры бір парақшадан тапты. Суреттегі әйелдің көзі өзінікіндей. Алматыдағы бір жекеменшік дәріханада жұмыс істейтінін білді. Жүрегі дүрсілдеп, қолдары қалтырап, сол мекенжайға жетті. Есіктен кіріп келіп, сөренің ар жағындағы әйелге қарады. Көздері түйісті. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай болды. Анар ханым ба? Деді Айсәуле ақырын. Иә. Не керек? Менің атым Айсәуле. Әйелдің жүзі бірден өзгеріп кетті. Аузынан демі шыққандай болды. Сен қайдан шықтың? Мен сіздің қызыңызбын. Балалар үйінде өстім. Қолыңыздағы жазбадағы Айсәулемін. Анар терең дем алды да ақырын теріс бұрылды. Бұл әңгімені қозғама. Мен ана емеспін саған. Бірақ мен сіздің қызыңызбын. Неге тастап кеттіңіз? Мен не үшін жетім болдым? Жетім болдың ба, оны мен емес, өмір шешті. Менің де тағдырым оңай болған жоқ. Мен өзімді де кешіре алмай келем. Айсәуле көзіне жас алып дірілдеген үнмен. Маған тек шындық керек. Мен сіздің көлеңкеңіз болып өмір сүргім келмейді. Неге? Анар ұзақ үнсіз тұрды. Сен менің күнәмсің. Мен сені көрген сайын өткенім еске түседі. Осы сөз Айсәуленің ішін қопарып жіберді. Ол күнә ма? Жауап емес, ауыр жазалғандай күй кешті. Мені көруден қашсаңыз да, мен сіздің балаңызбын. Соны есіңізде ұстаңыз. Айсәуле есікті жай жапты. Бірақ жүрегі ішінен тарс жабылды. Бұл кездесу ана мен баланың табысуы емес, тағдырдың соңғы тырнағы секілді еді. Айсәуле сол күні кешке балалар үйіне қайтып бармады. Қаланың шет жағындағы саябақта ұзақ отырды. Аяқ астындағы күзгі жапырақтар сияқты, оның да жүрегі сыбдырлап сынып жатқандай еді. Анасының «Сен менің күнәмсің» деген сөзі қайта-қайта жаңғырып тұрды. Таңертең ол анасы жұмыс істейтін дәріханаға тағы барды. Бірақ бұл жолы оны Анар емес, басқа әйел қарсы алды. Сәлем, қызым. Анар бүгін шықпады. Мен Айсәулемін, Анардың қызы. Әйел сәл үнсіз қалды. Қой, рас па? Сен осы уақытқа дейін тірі екеніңді білмеген шығар. Білмеді ме? Ол өзі мені тастап кеткен. Иә. Анар өте жас еді. 20-ға да толмаған. Оны бір адам алдап кетті. Әкем бе? Дәл солай. Бай, жас шамасы үлкен бір жігіт. Анар оған шын ғашық болып бәріне қарсы шықты. Бірақ жүкті екенін естігенде ол тастап кетті. Сосын Анар біраз уақыт туыстарынан да жасырынды. Баланы туып алуға да, тастап кетуге де қорықты. Ақыры ауруханадан шыққан соң бірден бас тартты. Өзі жылай-жылай жазған болатын сол парақты. Айсәуленің жүрегі шыдатпады. Демек мен махаббаттан емес, сатқындықтан туғанмын ба? Жоқ, қызым. Сен анаңа ауыртпалықтан туған жоқсың. Сен оның жастықтағы жарығысың. Бірақ сол жарық оның көзінде күйдіріп жіберді. Айсәуле үнсіз қалды. Өмірінде бірінші рет анасына деген ашуынан гөрі аяныш сезімі басым болды. Ол тек өзі ғана емес, анасы да жетім екенін енді түсінгендей. Бірақ кешірім бәріне бірдей беріле бермейді. Айсәуле саябақта отыр. Сол баяғы жалғыз орындық. Бірақ бұл жолы жүрегі басқаша соғып тұр. Қолында баяғы сарғайған парақ. Анасынан қалған жалғыз үн. Кешір мені. Бұл 3 сөз бұрын оған сатқындықтың сыбыры сияқты естілетін. Енді әлсіз ғана ана жүрегінің діріліне ұқсап тұр. Бірнеше күннен кейін Анар өзі хабарласты. Кездесуге шақырды. Бұл жолы үнсіз емес, дайын кейіпте. Айсәуле, мен саған не айтарымды білмеймін. Көп нәрседен қаштым. Сенен емес, өзімнен қашып жүрдім. Сіз менің балалық шағымда болмадыңыз. Ешқашан мен өз туған күнімді де жылаумен өткіздім. Анар көз жасын жасыра алмады.
Мен де сенсіз күн сайын өлдім. Жаным аман, жүрегім жетім бол. Айсәуле үнсіз. Мен сені тастап кеттім, иә. Бірақ сені сүймей кеткен жоқпын. Сіз білесіз бе? Мен сізді жек көрем деп ойладым. Бірақ мен сізді сағынған екенмін. Екеуі де үнсіз. Аспанда бұлт қалың. Бірақ бір сәуле екеуінің арасына түскендей. Мені кешіре аласың ба? Деді Анар сыбырмен. Айсәуле көп күтті. Жауап іздеп емес, жүрегін тыңдап отырды. Кешірем, бірақ мен бала күнімде алмаған жылуды енді осы өмірден іздеймін. Ізде, ал мен қасыңда болуға рұқсат сұраймын. Сол сәт алғашқы құшақ. Екеуінің көзінен бірдей жас ағып тұр. Бірақ бұл жолы жетімдіктің емес, жарты жүректің қайта қосылғанның жасы еді. Жетім жүрек енді жалғыз емес.